Желтоқсанның 18 күні Сенат ЛГБТ насихаттауға тыйым салуды көздейтін заң жобасына қол қойып, президентке жіберді. Бұл әрекеттердің астарында не тұр? Заң жобасы Ресейден түбегейлі көшірілген емес пе? Депутаттар алға тартатын дәстүрлі құндылықтарды сақтау отбасы институтына қалай әсер етеді? Қазақстан ЛГБТ-ға қарсы елдер клубына қайта кіре ме? Бүгін осыны бірге талдайық. Қазақстанда жастар шетелге, әсіресе Европа елдеріне оқығысы келеді. Талантты адамдар сол жаққа кетуге тырысады. Байлар, соның ішінде шенеуніктер де сол жақтан үй алады. Сол жақтың демократиясын, әділ сайлауын қызыға талқылайды. Бірақ Европаның мәдениет десе бірден гей-парад пен ЛГБТ насихаттауды алдыға тартады. ЛГБТ насихаттауға тыйым салу жаңағы қоғам талқылайтын демократиялық принциптерге қарсы. Осы кеше қабылдаған жаңа заң сайлаудағы заң бұзуды, жайсыз заңдарды және кез келген қудалауды, балаларды ЛГБТ-дан қорғау деген уәжбен бүркемелеу емес пе? ЛГБТ бір жағынан қорқынышты, екінші жағынан қолайлы әрі қауіпсіз жау. Экономикалық және саяси мәселелерге наразы қоғамның ашу-ызасын бұрып жіберуге ыңғайлы. Қазақстанда дәстүрлі құндылықтарды қорғайтын заң жобасын сарапшылар мен құқық қорғаушылар сынға алды. Мамандардың көпшілігі заң жобасының Ресейде кейін оның қолжопары болған Грузия мен Қырғызстанда пайда болған заңдармен ұқсастығын айтады. Саясаттанушы Димаш Әлжанов та Қазақстан Кремль жасаған нарратив шеңберінде әрекет етіп отырғанына сенімді. Көрші ел Ресей қоғамын батыстық демократияға қарсы жұмылдыруға жалған қауіпті ойлап тапқан болатын. Құқық қорғаушы Евгений Жовтис те осыны айтады. ЛГБТ насихаты мен соғыс қоғамды белгілі бір тақырыптарға жұмылдырумен байланысты. Тағы да саяси технология. Мәжіліс депутаты Жанарбек Әшімжан мұнымен бірақ келіспейді. Осыдан келіп, мұндай заңдарды балаларды қорғап, отбасы институтын сақтауға қаншалықты қауқарлы және керісінше либерал көзқарас отбасы институтына несімен қауіп төндіреді деген сұрақ туады. Мысалы, ЛГБТ насихаттауға рұқсат берілген елдердегі жағдайды қарастырайықшы. Нидерланды, Швеция және Данияда Ресеймен салыстырғанда туу көрсеткіші жоғары, ал ажырасу көрсеткіші тіпті Қазақстаннан да аз. Демек, дәстүрлі құндылықтардың бұл көрсеткіштерге әсері күмән тудырады. Балаларды қорғау деген риторика абстрактілі әрі нақты түсінікті емес болса, 2025 жылы ЮНИСЕФ жариялаған экономикалық әріптестік және даму ұйымы мен Евроодақ елдерін салыстырған статистика балалардың ЛГБТ насихатына тыйым салмай-ақ қауіпсіздікте бола алатынын көрсетеді. Алғашқы бестікте Нидерланды мен Дания, сонымен бірге Франция, Португалия және Ирландия кірген. Медицина ғылымдарының докторы, Астана медицина университеті психиатрия және наркология кафедрасының доценті, жоғары санатты психиатр Ажар Қаражанованың айтуынша, ориентацияның, нақтырақ жыныстық сәйкестіктің қалыптасуы көптеген факторға тәуелді күрделі процесс. Жаңа заңның қалай қолданылатыны әзірге түсініксіз. Психиатр дәрігер Анар Қаражанова ЛГБТ тақырыбын айтуға тыйым салу шынайы статистика еш әсер етпейтінін еске салады. Керісінше, мемлекетке мейлінше ашық және қауіпсіз орта қалыптастыру арқылы ЛГБТ өкілдеріне қатысты зорлық пен стигманың алдын алып, олардың өзгеше болған үшін ғана оқшаулануына немесе өзін қоғамнан тыс ұстауына жол бермейді деп санайды. Заңның қабылдануының ықтимал кері салдары қатарында цензура, өзіндік цензура, әдебиет пен кинода классиканы айналымнан алып тастау, сөз бостандығын шектеу, ЛГБТ өкілдеріне ен тағу, платформаларын бұғаттау, экономикалық шығын, инвестицияның азаюы айтылады. Баспагер режиссер Аспан Бокс баспасының негізін қалаушы Тілек Рысбек көптеген туындыны ештеңені насихаттамаса да пропаганда жатқызуға болады деп есептейді. Өйткені шығарма авторлары кейіпкерлер болмысын ашу үшін түрлі тәсілге жүгінеді. Медиа заңгер Гүлмира Біржанованың айтуынша, пропаганда ұғымын жан-жақты түсінуге болатындықтан бұл түзетулер медиада өзіндік цензураның күшеюіне әкелуі мүмкін. Бұл да ықтимал жағымсыз салдар. Енді неліктен қазір дегенге тоқталайықшы. USAID-тің түбіне жетіп, ұйымның жобалары туралы трансгендер тышқандар жасаушы деп миф тарату арқылы Дональд Трамп пен Илон Маск әлемдегі бүкіл автократтарға күтпеген тосын-сый жасады. Құқық қорғаушы Евгений Жовтис те заң жобасының қабылдануы тікелей Трамп түрткі болды деп санайды. Қазақстанда пропагандаға тыйым салуды жақтаушылар Венгрия, Болгария, Литва, Польша және Қырғызстан сияқты елдердің тәжірибесіне сүйенеді. Қазақстандық заң шығарушылар халықаралық тәжірибе дегенге әдеттегідей өздеріне жүргізіліп отырған идеологияның шеңберінен шықпайтын мысалдарды ғана назарға алғаны көрініп тұр. Әрі бұл елдерге қабылданған шектеулер олардың жарияланған мақсаттарға қандай да бір ықпалын тигізгеніне дәлелі жоқ.